Ортопед қояды ма? Тура осы ғой. Сол. Так, нам нужно 20 сумка. Это оптовая 6 тысяч. Давайте осы ортопедтен алайық. Серия бар, қара бар. Сосын? Көк бар. Көк. Онда 3 түрінен 2-2-ден беріңіз. Ол мені сөпті. Екі қара болды. 2 көк, 2 серия бере салыңыз. Қызда 14. Ага. Общий 20 болу керек қой. Розовый бар, сосын? Ашық розовый, қанық розовый, қызыл қысаңызшы. бесеу қалды. Сол 5-еуін беріңіз. 9-ын әртүрлік бере беріңіз. Аға, мына жерге қойсаң жаңа інімге балып кетеді қазір. 20 толық қоя ішінде. Санап. Бірақ шықпайды оғаға, я мен ауылға жіберем. Сурет дәптер беріңізші. 20 балаға спонсор отқам өзімше. 20 балаға? Жасап беріңіз 20 балаға спонсор болсын, конечно, онда көмек ретінде, конечно. Светлі бересің. Скидкамен жасап берем ғой, конечно, вообще. 18-дік бере беріңіз. Почти бесплатно берем ғой. Соғанда не қылайын деген ғой, 20 сумка алып, и ішіне 50 мыңнан ақша салып мектеп формасына ше. 20 бала. Онда 20 балаға жинап беріңдерші жақсылап. Еще тағы қосатын қосып беріңдер. Рахмет, үлкен көп-көп. Красканда несімен бәрін жақсын бере беріңізші. Я сізге бәрін санасын, соның жарты ақшасын мен не қылам. Менің атымнан болсын. Жоқ, тоже көмек. Ала берейін ба, дым ұялмай. Жақсы, рахмет көп-көп. Аха. Бізде де көмек болу керек қой. Бісміллә. Мен чек тұрамын негізі. Блокнот сондайларды өзіме алып тұрамын сізден. Все, жақсы, рахмет, үлкен көп-көп. Сосын серпіл беріңіз. Линейка. Линейка. Сәлеметсіз. Рахмет, үлкен көп-көп. Сосын серпіл беріңіз. Линейка. Линейка. Сәлеметсіз. Бастауышқа. Линейка набор 20 сантиметр береді, иә? Стандартный сумкаға сияқты. Сосын андай кәдімгі дәптерлер бар ғой, сондайлар керекші. Так, циркуль остан. Линейка. Мектепке бармағалы біраз жыл болған. Ага. Мынандай көре аласыз, шанадан көр. Анау чересчур детский сап. Өзім возрасттарын білетіндерсің, төмен алып жатқаннан. Бастауыш бәрі. Білмеймін, қатты болғанда ғой, ұрғанға жақсы екен. Бәрі соны. Ұрғанға зор екен. Да. От көрейш? Батама? Батпай ма? Коробкасы мысалы осы айтып. Аха, осы коробкада қанша болады? Осы коробкада 400 штук. 4 штук, е? 3 түрі бар ғой бұның, е? Үшеуінен бір коробка бересіңізші. Розаға сәлем айт. Үлкен көп-көп. Көмек көрсетіп жүресің, өте ризамын. Рахмет. Сол халықты ойлап. Қанша болып, примерно айтыңызшы, мен ақшасын тастап кетейін. WhatsApp-қа жазып жүремін. Қанша екенін. Примерно мен айта алмаймын, мен есептеп не аламын ғой. Қазір онда інім алып кетеді ғой по-любому. Мен онда на всякий 100 мың қалдырайын, қалғанын сол бала төлей салады. Мына жерде 100 мың, жоқ, еще скидка жасайын дедім ғой. Хорошо. Наличка алып келгенмін ғой, қазір іздеп жүрмеймін банкомат деп. Рахмет көп-көп. Жақсылықта жолғайық, үлкен рахмет. Алла разы болсын. 6, 7, 8, 9, 10, 48, 49, 50. 20 мың теңгеден 50 штугын 1 миллион теңге, я? Мынау менің қолымдағы 1 миллион теңге. Мынау 20 мектепке арналған сумка. Және де мына жерде 20 балаға арналған мектепке оқу құрал жабдықтары не үшін деп ойлайсыздар? 50 мың деген қайдан шықты? Қазір енді мемлекет бір балаға 46 мың теңгеден бөліп жатыр, я? 46 мың бір нәрсе теңге, ұмытып тұрмын. Оның өзі үлкен көмек. Оны да кім беріп жатыр, былай қарап тұрсаңыз. Сол үкімет салған сара жолмен біз 50 мың теңге дедік, және де осы Ырыспала әпкесінің жақсы жағы болып жатса, жақсы жағы жұғысты болып жатса деп, қазір барлығын өз қолыммен толтырып, содан кейін өзімнің ауылыма салып жүрем. Менде тізім бар. Жаңағы енді білесіз ғой, менің мамам сол ауылда туылған, сол ауылға тұрмысқа шыққан, сол мектепте жұмыс жасайды. Мамам өзі үлестіріп береді. Жаңағы мына заттардың барлығы, осы алған заттар 132 мың бір шықты, 90 мың бір шықты. Сонда өлі әні 4 балатомды не ашып қаған. 130-ға 90 мыңды қоссаңдар қанша? 220 мың теңгенің констовары тұрды, на жерде. Ырыстығыз біздің де қосқан үлесіміз болсын деп 100 мың теңге болды. Қалған алып кете бер деп маған осылай беріп жүрді ғой. Қараңыздаршы, кез келген жағдайда жақсылық жасауға жақсы ниетпен, шын ниетіңмен, бір қадам атташ, Алла саған қарай 2 қадам аттайтын адамдарды жолыңда себепкер қылып қояды. Міне қанша жылдан бері осындай біреуге титтей болса да жақсылық жасасақ деп жүрміз ғой. Жолымызда үнемі осындай жақсы адамдар жолығады ғой. Және бұл жолда ғана емес, менің өзімнің жеке қажеттіліктерімде де тек қана жақсы адамдар жолығады ғой. Жаңағы дінімізде де бар ғой, сен Аллаға бір
жаңағы дінімізде де бар ғой, сен Аллаға бір қадам жасасаң, Алла саған 2 қадам жасайды. Сен 3 қадам жасасаң, саған 6 қадам жасайды. Сен Аллаға қарай қадам басып, жылдамырақ жүрген сайын саған қарай жүгіреді деп ше. Дәл солай ғой. Жақсылық жасай бер. Саған қай жақтан келіп жатқанын, ол не үшін келіп жатқанын өзің түсінбей қаласың ана жерде. Соған мен риза болам да, әйтпесе мен ол кісіні көрем деп те ойлаған жоқпын. Міне, енді мектепке қажетті дүниелер деп ойлаймын барлығы. Не дейді? Пенал ма? Пенал. Оқымаған сор. Оқитындарға қатя сәл поддержка жасайықтан қараңыздар. Нандай қаламы бар, қайшысы бар, линейкасы бар, фломастер бар, пластилин, сурет салатын мынау, не дейтін еді? Краскасы міне. Соның щеткасы мына жақта, сурет дәптері, балалардың су ішетіні, өшіргіш, мынандай қалам бір неде 12 қара қалам ғой, бір пачкадан саламыз. Ұштағышы мына жерде. Қыздарға арналған пеналы, мынандай қызыл ручка, көк ручка, мынандай коврик для лепкиші. Жалпы бір балаға мектепке не қажет, соның барлығы ғой. Мынандай бір пакет ручка алдық, қазір былай бір балаға мыналай ұстап салып жібереміз. Өйткені жылдың соңына дейін бұл ручка деген ең қажетті дүниелер. Күнделік алып қойыппын ғой, сөйтсем мамам қазір оқушылар күнделік пайдаланбайды деп қояды. Енді басқа қолданатын балаларға беріп жүретін шығар. Осылай қазір саламыз, и жанына ақшасын қосып саламыз. 40-50 мың. Осындайда ырыс болан тексермейсіңдер ма? Ақшаны қақтына батыр екен. Қақтына батыр екен ақшаны бәрін. Жерден қазып батыр ма екен? Біреумен жатып тауып батыр ма екен? Бір нәрсе сатып тауып батыр ма екен әлде? Итірет, керуен кешет, көшет дейміз ғой дегенмен де. Бірақ со керуенді тоқтатып, ана иттердің аузын мынандаймен бітеп ұрғым келеді да. 50 мың теңге бір балаға конверттің аузын жаба беріңіз. Қазір өзіміздің бір ауылға жүретін таксист братишкілерге саламыз бұны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бала. Өмір деген өксік қой, өксіп жүріп өстік қой деп бізде баяғыда өйстіп мектеп тақалған кезде мамам алтауыңды бірдей қайтып киіндірем деп жүргенде өйстіп. Ауылдың әйтеуір қалтасында 1-2 тиын ақшасы бар ағаларымыз. Одан жаңа мектептің социальный педагогтарында болады ғой, жаңағындай әкесінен айырылған, көп балалы, жағдайы төмен отбасы деп сөйтіп сондай списоктерге қосып, біз байқұстың да өйстіп керегіміз түгелденетін баяғыда. Кішкентай өспей ма, көкейіңді теспей ма дейді айналайындар. Биыл әйтеуір Алла нәсіп етсе, осы 20 оқушы өз ауылынан деп жатырмын. Келесі жылы 50 оқушы, 100 оқушыға көмектесіп, осындай білімге деген үлесімізді қоса берейік. Қаз сыртына ырыспала Икрамбай әпкесінен деп жазып жерем. Аллаға мың тәубе. Құдайдікі, менікі деген, мен деп 2 рет айтсаң, мен шығады дейді ғой. Менікі емес, Алланыкі бәрі Алла берді. Алла себепкер қылып, осындай істерді ойыма түсіріп жатыр, соны орындаушымыз. Бұйрықты орындаушымыз. Негізі беретінде, алатында Алла ғой. Сол екі ортада біз пенде байқұс өзімізше іштарланып, біреуді көремай. Негізі беретінде, алатында Алла ғой. Сол екі ортада біз пенде байқұс өзімізше іштарланып, біреуді көремай. Тентек болып кетеміз ғой. Далбаса біздің жүрісіміз негізі. Құдайдың берем десе байлығы да, баласы да жетеді. Пейілімізден құртамыз, пейілімізден табамыз көп дүниені. Ертең жазды болды. Масқара болып жүріп, ауылға жазбай ручка салып жатты деп. Рыспала Икрамбай әпкесінен ал дәптер әрқайсысына. Содан кейін мынандайлар болатын енді ғой. Мектеп кезде арба жол дейтін ек қой мынаны. Арба жол дәптер, тор көз дәптер. И мынандай бастауыш сыныптарға қисық жіңішке жол, қия жол дәптер. Әрқайсысынан саламыз қазір. Осылай әдейі көп қылып, әрқайсының ішінде 400 штуктан бар. Соны бөлеміз 20 балаға. 400, 1200 дәптер. Ойбай, әжептеуір болды салмағы. Биыл әйтеуір осындай мектепке дайындық деген мияшудан аманбыз. Алла нәсіп етсе келесі жылы Кай мен Рамин барады екеуі бірге. Келесі жылдан басталайын деп тұр біздің жырымыз.
Баяғыда естеріңізде ма, өйстіп, ойбай. Біз енді мамам жуас болған, бұндай базарға папам алып баратын бізді. Базарда бір кигізіп алады. Одан үйге кеп, мамаңа киіп көрсетесің. Одан бәрі ұйықтап қалған кезде өзің киіп айнаға қарап көресің. Мәз болып, сол жылы оқуды бір қарқ қылып оқитын адам құсап. 1 сентябрьда 2-3 күн алдын киім алып, күтетін ек қой кәдімгідей. Өмір, сөйтіп өте береді екен да бұл өмір. Жалпы осы мектепте оқитын мен қазір соңымнан еріп келе жатқан сіңілілерім, інілеріме айтарым. Ер жетуге, бой жетуге асықпай, мына мектептің кезі ма, осы мектептің кезінің әдемілігімен осы уақыттың қадірін біліп жүріңіздерші. Ертең бітпейтін өмірге, үлкен өмірге хочешь, не хочешь, яғни қалайсың ба, қаламайсың ба, бәрібір аяқ басасың да. Сол үшін әдемі балалық шақтың, әдемі бір өтпелі кезеңнің қадірін кетірмей ешқайда асықпаңыздаршы. Оқыңыздар одан кейін. Ертең жастарың 30-ға келген соң деп 1000 рет оқысаң да миың, жастарың 30-ға келген соң деп 1000 рет оқысаң да миыңа қонбайды қайтып. Сол үшін айтатын жас кезде оқыған білім тасқа біткен қынадай деп. Ата-аналарыңыздың үмітін ақтайтын ұл қыз болуға талпыныңыздаршы. Сумканы мынау оригинал екен. Сол жердегілердің бәрі әйтеуір оптым алып кетіп сатып атты ғой. Сол жерден алып кетіп атты ғой, оптым айналасындағылардың бәрі. Ортопед екен, мынау әншейін не емес екен да, мынау ортопедический екен кәдімгідей. Балалар асылған кезде арқасын ауыртпайды. Бұл сумка деген күнде арқаланатын нәрсе болғаннан кейін сапалы болған дұрыс қой енді. Маған өмір қайта берілсе оқитын емші. Телефонға жабысып ап жатпай, сылтауратып мақта теріп кетпей. Бой жетуге асығып, кірпікті бояп, ерінді бояп, апайлардан ұрыс естпейтін емші. Кән боянатын болсақ, ләм-мим демейді ешкім. Боянбаймыз ғой. Әкеліңдер айбалдар.